Так, ұйқыдан тұрдым ғой. Сағат дейтін 12 болып қапты ғой. Ма түске шейін ұйықтағанмын ба. Так, кеше түн мен ноутбук ойнағаннан кейін түске шейін ұйықтаппын ғой. Өшірмеппін ғой. Қазір жуынып алған душқа түсіп. Так, кеше негізі видео әдемі шықты. Зомбилардан қорғанып база жасадық қой. Әдемі шықты сол база. Содан кейін зомбилар негізі қайтып кетті. Так, бүгін негізі особо план жоқ. Душ дейтін кайф болып қалды. Так, барып тамақ ішейінші, душты өшіріп. Бүгін дейтін тағы видео түсіріп тастау керек. Бүгін не қызық болады екен өзі. Так, тамақ бар ма өзі? Ема, үйде тамақ қалмаған ба? Так, қазір онда продуктіге бару керек қой. Продуктіге барып қайтайын онда кәз. Так, ақшамда шығып көрінші кәз. Бүгін мынандай житель бар ма еді ауылда? Үйін дейтін алмаздан, изумрудтан жасаған ғой мұны. Че-то бай житель сияқты ғой. Бұндай жоқ еді ғой, бірақ біздің ауылда. Бұндай житель жоқ еді. Так, телевизор қарап тұр ғой. Так, кварцтан жасаған кришасын. Изумрудтан, алмаздан, алтыннан жасаған ғой. Үйдің блоктарын. Тауы бай сияқты ғой мынау. Осындай үй жасағанына қарағанда. Так, барып танысып көрейін. Че-то, так, еще надо, так. Че там, житель? Че там, не болды? Сен ба ауылдан жаңадан көшіп келген? Че-то ондай житель жоқ еді ауылда. Я. Жаңадан көшіп келген. Че-то бай сияқтысың ғой, үйіңе кірейінші. Кіре бер. Мынау дейтін үйде басқа жителдерде жоқ жиһаздармен істеген ғой. Че там бай сияқтысың ғой сен? Баймын ғой. Қалай бай болып кеттің? Бір-екі темка бар. Қаяқтан көшіп келдің бұл жаққа? Негізі бай жителдердің ауылы бар. Сол жақта көшіп келгем. Неғып көшіп келдің онда бұл жаққа? Просто проблема бар мүмкін. Қандай темка бар сонда? Немен айналысасың сен? Қалада бір-екі темка бар. Автосалон сатам. Автосалон болғанда машина сатам, автосалон бар. Так, машина автосалон дей ма? Не ауырдың мен? Типкен. Так, автосалон. Сонда машинаң бар ма сонда кәз сенің ауылда? Жоқ, негізі қазірге жоқ ше. Так, үйін көрейінші мен дұрыстап. Көре бар. Так, дейтін мұнан дейтін жиһаздары бар, кроваттары бар. Так, қарап көрінші. Так, мынау шкафта. Мынаң ақша бар. Үйің әдем екен, сол әдем ғой негізі. Так, онда мен бара берейін үйіме. Жақсы, бара бер. Давай, житель. Давай. Так, мен негізі продуктыға баратын адам едім ғой. Негізі идея бар видео жасауға ше. Негізі идея бар. Осы бай жителдің ақшасын тонап пранк жасасам әдемі кететін сияқты ше. Бірақ ақшасын по-любому қайтарып берем, мен уайымдамаңдар. Бүгін дейтін жынына тиіп үйін сындырып тастап, в общем, сөйтіп пранк жасау керек. Ақшасын тонап, кейін өзіне қайтып берем ғой. Жителге байқатпай тонау керек қазір. Үйіме барып тонайтын заттарды алып келейін. Че-то бұл жителдің автосалоны бар қалада дейтін. Біраз ақшасы көп сияқты ғой бұның. Не өшіп келген екен? Так. Мен негізі шкафта бар етші бір кирка саты бар. Сол тонауға жетеді негізі. Қазір дейтін кришасын сындырып. Так, ажайын. Бір стак менде дейтін саты бар.
алмаздың керкі бар, мықты сындыратын. Қазір соны барып жедел тонау керек. Байқатпай ұсталмай тонау керек қой. Ұстап қалса жаман болатын сияқты ұрағанда жетелдің түрлейтін. Жетелерге вообще ұқсамайды негізі, басқа жетелерге ше. Так, байқап қоймасын мына. Так, байқатпай өткейін. Так, бұны қайтып бастап тонайын мен. Бірінші дейтін терезесін сындырайын да, я. Сосын қашып ары бетінен көру керек. Так, сөйтем онда мен қазір. Негіз терезе сындырмай жаттың аяқтан сатымен қойып үстін сындыра беру керек. Сосын дейтін ар жақтан терезесін сындырып, байқатпай үстінен кіріп өтіп кету керек қой. Так, мына алмаздың бұқтары сынам екен, сынам. Так, крышасын полностью сындырып тастайын қазір. Маған дейтін кедергі жасайды. Так, мына үстін сындыру керек. Потолығын сындырып тастайын, алдына жасаған. Еще бужник қой мынаны. Мә сыртыңғана істепті ғой. Так, тез сындырып тастайын. Байқатпау керек жетелге. Көріп қалмасын біз. Көріп қалса дейтін жаман болатын сияқты. Най. Бұны ауыл дейтін әдемі екенші. Мынау байқамалды мұны шыны. Бүгін дейтін пагоны әдемі болып тұр. Так, бүгін план. Так, мен байқамаған сияқты. Так, қаза бердім мен онда. Аяқтан қазу керек. Ана шкафының үстінен түсу керек қой. Шкаф тұр ғой, міне ақша салынған. Осының қас ішіндегі ақшалар тонайым. Так, бірінші дейтін онда қас тасап тасайын. Так, мақ тұра берсінші. Жедел тұр онда ердік. Тұғып кел. Так, үйге кіріп отыра тұрайыншы шамам. Үйіне үлкетті. Как раз маған үйіне отырған кезде ар жақтағы терезесін сындыру керек. Так, нас айбы қуап кеттім. Так, байқамағасын мына жедел. Так, байқатпай өту керек. Мына елін терезесін сындырып, біріншілік мына елі тұрып сәл дайындалын. Үйіне кіреді анау. Сосын терезесін сындырып дальше өтіп кетем ғой. Ақшасын сөйтіп тонап кетем. Ана сатымен көтеріліп. Так, мынау жедел тосын үйіне кірілді ма? Так, есігі жабық қой. Кірген ғой мынау. Так, сындырылма, терезеден тез қашып кету керек. Қайсы бана ой? Сен ба жедел? Так, мынаны тез өтіп кетейін. Мынаны сындырып, үстіндегі шкафқа түсу керек. Сен не терезем сындырасың? Так, терезесін сындырып, тез ұрып кетейін енді ақшасын. Ана ар жақтағы жетелмен елеге затыр оны. Сен неге терезем сындырасың? Мен емес сындырған. Смысл мен емес, сен тұрсың ғой әйелдің. Так, мынау байқамау керек. Қас, ұстап алсам ше, қайсың сындырдың? Так, есігі жабық қой жүрді. Так, үйіне кіріп кетті ғонда. Тез мен үйге барып өткейін. Бірінші дейтін бармасы бұрын ана заттар сындырған заттар жөндейін. Атол дейтін байқап қоймау керек. Кейін дейтін қайтарып бересің, бай жедел ғой, по-любому. Так, жауып кетесіз ғайын. Орнын білдірмеу керек. Крышасын сен, квантысын жасаған. Так, мініп. Так, қалай тұрған күні. Осылай. Так, тез болған. Жетелейтін сыртқа шықпай жат. Кеп қаса тағы жаман болып сақты ғой. Так, мына бүйткен. Тез үйге енді қаш кетейін. Достар, тонап кеттім жетелді. Маған ақша дейтін, измруд дейтін көп көттен önde. Қаншасында измруды бар ма жетелдің? Бай жетелдер ауылынан кейін қарағанда татау бай ғой. Қанша дейтін. Так, сақ қойсайын.
Так, телевизор көріп отырайыншы. Так, кім мынау? Мынау кім келген? Сен ба менің изумруттарым тонаған? Жоқ, мен емес. Смысл мен емес, сен ғана білесің ғой менде изумруд бар екен. Жоқ, мен білмеймін. О, сенде изумруд бар екен. Құмаш, сен ғана кірдің ғой менің үйіме. Мә, жедел. Айбетті пранк жасағым ғой негізі саған. Қазір ақшаны қайтарып берейін. Так, мені ұстау. Айбетті жете пранк қой енді осындай. Так, түгел ба? Енді маған бүйтіп пранк жасама, түсіндің бе, ұрлықшы? Ұрықшы емеспін, жедел әшейін пранк еді ғой. Так, осындай видео шықты енді достар. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.